дейді. Түнде қарасам жаңағы тұр, нан тұр, қамшы тұр, жаңағы стол несіне стол үстіне қойып қойған. Сөйтіп болып жаңағы шыбықпен жаңа суретін қойып черный магия. Түнде сағат 12-ден кейін оқиды екен. Жаңағын оқып отыр ұрып. Суретін қойып қойып. Иә, суретті қойып оқиды екен черный магия. Содан көрдім. Жоқ, картаның заңы сондай, бұл сөйлемейді, уже киелі деп қояды. Сөйтеді, мен күйеуімді бетпақ қой, жаңа бас салтынан несінен алды да кемпірді сілкіп жіберді. Сөйтіп едім, прости, Иисус Христос деп жаңағы кемпір жалына бастады. Сөйтіп жаңа нақ сен суретке қарағанда былай айттың, енді қазір былай деп тұрсың деп еді. Маған ақша беріп солай айт деп айтты деді. Сонда барып жаңа есімді жиып алғандай болып, сен деді, өмір деген күрес деді. Енді мына екі балаң үшін деді, өмір сүріп осыларды аяққа тұрғызу керексің. Ол сенің міндетің деді. Өле салу емес, өлсең тәуір деді. Өлмей майып болып қалсаң сен кімге керексің? Мен де қарамаймын саған деді. Аузыңа су тамызбаймын мен деді. Ал саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сол баяғы Лайткаст подкастымыз, және бүгін бізде қонақта Зиякүл әпкеміз. Қош келдіңіз, Зиякүл әпке. Бүгінгі біздің студиямызға жалпы қалай? Амансыз ба, жағдайыңыз бәрі жақсы ма? Құдайға шүкір. Бүгін күнде бізде сол Зиякүл әпкемізді көп ұстай алмай жүргенімізде көп уақыт бойы сондай күттік. Осындай подкастымызда, студиямызда қашан бұл кісі куәлік береді екен деп. Сондықтан да бүгін күнде мен ойлаймын, сондай бір қызықты оқиғалармен, сондай бір керемет хикаялармен бөлісесіз деп. Сондықтан да жаймен бастайық. Жаймен сол өзіңіздің өмір баяныңызбен бөлісіп кетсеңіз, қай жерде дүниеге келдіңіз, қалай келдіңіз, отбасыңызбен деген сияқты. Мен Түлкібас районы, Чимкент облысы еді ғой бұрын. Соның Разы 115 деген темір жолшы болды әкеміз. Сол темір жол станция Разъезден туылдым. Семьяда біз 5 қыз, 5 бала болдық. Бірақ мен семьядағы 4-шісі болдым. 4-ші болып туылғам. 5 қыз, 5 бала дейсіз ба? 10 бала болды. 10 семьяда. Сонда менің алдымда Ермек деген ағамыз болған екен. 6 айлығында қайтыс болып кеткен, 59 жылғы ғой, 6 айлығында қайтыс болды. Некен 60 жылы мен дүниеге келіппін. Содан көп неған жоқ, жаңағы 6 айлық нем қайтыс болғаннан кейін Сұлтан. Сол кезде енді әкем келді, больницаға апарып еді, бәрі қайтыс болды деді. Енді естіп тұрмын ғой, қайтыс болғанда қандай болады? Енді молданы шақырама деп мен тағы ойлап тұрмын ғой, жаңа асан молданы шақырама деп. 6 айлығында қайтыс. Нәрседен қайтыс болды? Көз тиген деп сөйтті. Арқасы қарайып кеткен, көз тиген деп жаңа сөйтті. Сөйтті де әкем ешекке мінді де, алдына жаңағы інімді алды, артына мені мінгістіп алды. Әкем мені ешқандай тастамайтын, әрқашанда алып жүреді ғын. Ешекке міндікті жаңа Абай Малихентте ағасы тұрады, туған ағасы тұрады, соның үйіне бардық. Сөйтіп барғанымыз сол еді, жаңа жеңгесі, ағасы алдынан шықты. Енді естіген ғой, бізде телефон арқылы станцияға айтып қояды, ол кезде мынандай сотка жоқ. Сол айтып қойған естіп, сөйтіп еді жаңа апамыз шықты да, не? Қыз туса өлмейді, ұл туса өлі бере ма немене деп жаңа сондай сөз айтты. Соны естідім да, мен апаны жаман көріп қалдым енді. Содан кейін үйге кір, баланы анаяққа қой деді да, малтамда мынандай малақ шығаратын терезе ғой енді. Неғып қойған терезесі жоқ, әшейін тесік. Сөйтті де ораулы күйде баланы апарды да, сол терезеге қоя салды. Балаға барып, Құдай сен күштісің ғой, сен кереметсің ғой, сен мақтайды ғой, күшті Құдай дейді ғой, інім тұрып кетсінші деймді, жаңа інімнің бетін ашып қарап қоям. Көз жұмулы жатыр, көзін ашпайды. Жүгіріп кеп терезеден қарайым, атам, апам, мен әкем бәрі не шешіп отыр, боза ішіп отыр, шайын ішіп, бозасын ішіп, сөйтіп отыр. Соңғы жүгіріп терезеге барам, жүгіріп неққа келем, екі ортада жүгіріп жүрмін енді. Сұрап қоям Құдайдан, Құдайым сен бар болсаң, сен күшті болсаң, сен қаяқтасың деп аспанға қарап қоям. Мен жылап қалдым сол жерде. Сөйтем, сен қала тұр, мен қазір келем деді. Соңғы жылағанда жаңағы оянбағанына Құдайдың өтірік неғанға жыладым да, жаңағы тірілтпеді, күшті дегені қайықта деген сияқты. Мен сол жерде тұрып ойбайлап жыладым. Әкем кетіп қалып, ешекке артына мінгізіп алып, жеткенше жылап бардым жаңа. Сөйтсем, әкем не болды, қызым не болды дейді. Өтіріктен аяғым ауырып жатыр деп қоям жаңа. Аяғым ауырған жоқ, ініме ішім ашып бара жатыр ғой жаңа. Құдайдың тірілтпегеніне не қылмағанына ренжіп бара жатырмын ғой,
жылап. Сөйтсем, жылама қазір үйге барғаннан кейін көрем деп қояды жаңағы. Енді әкемді сезді, наверное, сол ініме жылап келе жатқанымды. Сонымен 5-ші классымызда бізді Құдай жоқ деп оқытты. Келді, есіктен кіріп оқушылар қалайсыңдар, саламатсыңдар ма? Бүгін Құдай жоқ деген тақырып болады. Сендер Құдай жоқ сенбеңдер деп жаңағы сондай сабақ берді. Кәдімгі сүйіп сабақ беретін, Құдай жоқ деп. Иә, прям сондай бүгінгі сабақтың тақырыбы Құдай жоқ, Құдайға сенбеңдер деп сөйтті. Қай жыл? Сіз 5-ші класста болғанда дейсіз ба? Сонда мен 8 жасымда бардым ғой 1-ші класста. 68-ші жылы, 69, 70 ауылда оқып 71-ші жылы. Сол жылдар сөйтіп үйрететін. Иә, Құдай жоқ деп 71-72 жылы солай оқытты бізді. Сондай идеология болады. Сол кезде қасымда отырған жаңа менің ағам не болады екен, екеуміз енді ағайындымыз ғой, орнынан атып тұрды да, ағай деді, Құдай жоқ деп тұрсыз ғой деді. Қазір сіздер шыққып деді, машинаңызбен аударылып қалсаңыз, о Құдай сақта дейсіз ғой деді. Сіз кімді алдап тұрсыз деп еді. Шық жақайып класстан деді. Сөйтті де жаңа шығарып жіберді. Ол мені итеріп құлата шығып кетті жаңа класстан. Сонымен отырмыз, неге ойлап қоям, мен ойбаймына енді ұратын болды. Ол кезде құлақтан тартып, жаңа сөйтіп еді ғой мұғалімдер ұрып. Содан кейін ойпыр мені ұратын болды ғой, мектептен шығарып жіберер ме екен дегенде қорқыныш болып отырды енді сабақ біткенше. Сонымен Құдай жоқ, бізді Дарвиннің несі, біз маймылдан жаралғанбыз, ондайда сондай әйтеуір болмайтын нәрселерді үйретті де, бірақ біз Құдай деп естіп өстік қой. Сонымен отырды да, звонок болды, артынша мұғалімнің артынан шықты, мен енді жаңа ұратын шығар деп. Сөйтсем, мұғалім есіктің артында тұрып, Құдайым кешірші деп кешірім сұрап тұр. Жаңа бүйтіп, мұғалімге қарадым да, ары қарай өтіп кеттім. Жаңа бірақ нем жоқ, бауырым. Содан кейін жақсы болды жоқ, енді ұрмайды дегенде не болды, қуаныш болды. Сонымен сол не өтті. Сонымен вагонный депода жұмыс істеп, жаңағы Дом молодежь деген общежитиеде тұрдық. Ол кезде жақсы еді ғой, жастардың сондай бір общежитиеде тұратын, сол жерде тұрып, жаңағы ол кезде енді өскеннен кейін болашағың үшін Құдайдан сұрайсың ғой. Арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, жолдасым болса екен деп Құдайдан сұрадым. Құдайға шүкір, Құдай кезіктірді. Как раз жолдасым неде темір жолда милиционер болып істейді тұғын. Мен вагонный депода істедім. Сонымен әйтеуір екеуміз танысып, не қылып қосылатын болдық. Ол енді Меркенің жаңағы Новоскрешенка дейді, как раз Шалдавар Қырғызстанның границасы жерінде екен. Сонымен қосылдық, бәрі жақсы болды. Сонымен жаңағы күйеуім үшін мен екінші баламды үйде тудым. Үйде босандым даже. Учетқа да тұрған жоқпын, неге де барған жоқпын. Үйде босанып, үнекейін барып, роддомға барып, баланы тексеріп, үнекейін барып үйге келдім. Уже ол балаға енемді жақсы қарамады, мен де тілдей берді, уже тисе берді, түртпектеп. Бәріне жаман көзбен қарап, кім жақсы көреді еді онда? Өйде туғаным жоқ, туысқаным жоқ, айдала, төркін деген. Сонда не қылғаннан кейін мен жаңағы күйеуім айттым, өстіп, мамам как раз шешемнің 5 май туған күні еді. Мен төркін мамамдарды, жаңа інілерімді сағындым, барып келейікші, енді бошсың ғой енді, барып келейікші деп сөйтіп, жарайды, барамыз деп жаңа сөйтті, күйеуім уәде берді. Сонымен жеңеше дейді ғой, жеңеше біз Зиякүл Сағыныпты үйіне барып келейік ауылына деп еді. Ештеңе жоқ, неме, төркін таппай ма? Сал жібер, ана Икарусқа барып өзі-ақ не келеді, барып келеді, сенсіз де табады деп жаңа сөйтіп жібермей қойды күйеуімді. Сонымен үндеген жоқпын, жаңағы ол кезде жылай алмайсың, бәрі ішімде ғой. Барлық нәрсе нагрузка ішіме толып кеткен. Сонымен жаңағы неге не қылдым да, апартта ол кезде бір жақсы сумкада жоқ, сеткі, жаңағы жіптен тоқылған сеткі болады, сеткеге балаларым жаңағы Асланым несі ғой, сондағы жаялығын салып алдым да, сонымен жаңағы кеттім, Икарусқа салып жіберді күйеуім апарып. 3 күн болды, 3 күннен кейін қайт деді маған. Иә, жарайды дедім де, мақұл дедім де, мақұл демесің еді ап қалады ғой, мақұл дедім де, Икарусқа мен кеттім. Сөйтіп Жамбылға келдім, Жамбылға келгенде жаңағы әкпем үйіне келдім. Мен алдымдағы әкпем Жамбылда тұратығын, отделение дорогада, жаңа теміржолшылардың отделение нот деген конторасы бар, сол конторада істейтін ол кісі.
Содан кейін соның үйіне келдім, сонымен келгеннен кейін не болды? Айтпаймын, не болды айтпаймын. Бірақ ол кісі босанамай жүрді, баласы болмай. Содан кейін айттым, мен өстіп айтты, мені де жек көреді, баламды да жалмауыз деді, деп жаңағы не қылды енді? Әпкеме бәрін айтып жылап, сол жерде сөйтіп ем. Оларға бала керек жоқ болса, маған бере сал, мен асырап алайын деді. Баланы, как раз өзі 5 жыл болған, көтермей жүрген баласы жоқ. Содан кейін қарап тұрында ойланып шынды, берсем бере салайын да. Мен бармай қояйын анаяққа. Бірақ бір балам қалды ғой, жаңа үлкен балам. Ішім ашиды, оны ойлап, не істеймін деген ойлар келді. Содан кейін ойлап қоям, жаңа мына баламды бұған асырап жазып бере салайын да. Ой ғой, мен асылып өле салайын ана жерде деген ой келді да маған. Өйткен естіген, пәленше асылып өліп қапты, мойнына жіпсаса өліп қалады екен деген сөздер естігем ғой. Содан кейін сөйтіп өле салайын. Содан кейін бір бала бұда қалады, бір бала күйеуімде қалады деп мен жаңағы ақыр мен жалмауыз, мен анаяққа барсам 4 күніме тағы бірдеңке болар деген жаңағы не қорқыныш менде. Қорқып жүрмін. Жаңағы сөйттім де түнде жаңа келетін пойыз енді не айтты әпкем, азында пойызға салып жіберейін, енді апама бар ауылға сүйсініңді мауқыңды қайт, содан кейін шешіледі, көреміз не болады тұғын деп жаңағы сөйтті. Ақыр күйеуім неде жұмыста жоқ, неде жоқ, келсе келер, келмесе оны көрерсің деп жаңағы сөйтіп жұбатты. Сонымен олар жатып қалды, сағат 4-те пойыз болады. Сонымен сағат 12-де ұйқы келмейді, 12 сағат 1-ге дейін шығып өлгім келіп жүр ғой, жаңағы өлетін жер іздеп жүрмін. Сөйтсем жаңағы ар жағында дом молодежь общежития, бер жағында 2 этажный үйде әпкем тұрады. Былай қарай сарайлар, енді орыстардың кемпірлердің сарайлары. Барсам сарайлардың бәрі құлттаулы. Жаңағы ар жақтан жаңа общежития болғаннан кейін ол жер машинистер, жаңа теміржолшылар жатады ғой, кезек-кезек. Солар өтеді да, ешқандай адамдар өтеді. Ешқандай асылып өлетін жер жоқ маған. Ешқандай өлетін жер таппай жүрмін. Сонымен жолға шықсам ол кезде сары такси, анда-санда өтеді ғой жаңа такси деген. Ойто жай жүреді жаңа таксилер. Машинаға түсіп өлсем бе екен деймін. Енді бір жағында бір күш ішімде саған өлім жоқ дейді. Бір жағына мен өлгім келіп жүр жаңағы. Сонда бәріне құтылам, бала как раз әпкемде қалады, әпкем балалы болады деген ой менде. Жаңағы сөйтіп көшеге шықсам өлетін жер жоқ, енді таксистер жай жүреді, олар бәлені мені басып өлтіре ме, өлтірмейді ғой. Дедім де жаңа сөйтіп жүргенде қой деп, балам жылап қалған шығар деп үйге кірдім. Сонымен үйге кіріп емізіп неғылған кезде уже сағат 3:30 болып қапты. Әпкем тұрып, не істеп жүрсің дейді. Әшейін деп қойдым жаңа. Сөйтті жүр пойызға барып салайын деді. Сонымен мені апарып пойызға салып жіберді вокзалдан. Сонымен пойызда ойланып отырмын, пойыздан секіріп түсіп өліп қалсам екен. Сөйтіп болып биттім. Өлсем тәуір, өлмесем не болды? Балам кетеді бір жақта. Мен майып болып қалам. Күрес отсыз ғой. Иә, өз-өзіммен жаңағы сондай жаман ойлармен уже шайтан көрдім, қиналғанда уже шайтан келіп қандай ой береді. Жаңа сондай ойлар келді. Содан кейін жоқ, болмайды. Если мен майып болып қалсам ертең, мен кімге тәуелді болам? Аяғым сынып, кесіліп, бірдеңке болып қалсам, өлмей қалсам, сонда не болдым мен? Деген ойлар болды да, жоқ, өлмейін, не болса да үйге барайын, шешем не дер екен деген оймен әйтеуір ауылға бардым. Мен үйге бардым, сөйтсем шешем отырып алды да, не болды? Қабағым түсіп кеткен, айта алмаймын ғой енді. Ішім жарылайын деп тұрмын, енді айтса. Не болды? Өлетін жер таппадың ба? Өлмедің ба? Дейді шешем. Кім айтты сізге дедім жаңа. Білген не болып тұр? Иә, шешем білгендей сөйтеді. Кім айтты сізге дедім. Не қылайын деп едің? Өлсең өл, ақымақ Сейдазым қызы өліп қалды деп анау огородқа көме салатын сені. Мен саған жыламаймын да, өлсең дейді. Жаңа шешем. Мен шешем сондай бай оятын бетке айтатығын. Сен өліпті қызым деп мен жыламай, ақымақ қызым ақымақтығынан өлді, болды. Деймді отыра берем, мен саған жыламаймын деді. Жыласана 2 балаң жылайды сенің. Өмір бақи 2 балаң жылап өтеді. Деді. Соның кейін есімді жиып алдым. Есіңді жи. Есің ауып қапты ғой жынды қатын. Сенің күшті құдайың қайықта деп жаңа шешем сөйтіп ұрсып берген кезде бір ұйқыдан оянғандай болдым да мен. Сөйттім да, деп. Ей, Құдайым күшті, Қайса пайғамбар деңдер, Иисус Христос деңдер деп, мына інілерім мына кітапты оқы деп ұрып кетіп едің ғой, бір кезде мына інілеріңді қырып жойып кетіп едің ғой. Енді сен Құдайың қайыққа кеткен, күшті Құдайың қайықта сенің, дейді шешем.
Сонда барып жаңа есімді жиып алғандай болып, деп, сен деді, өмір деген күрес деді. Енді мына екі балаң үшін деді, өмір сүріп осыларды аяққа тұрғызу керексің. Ол сенің міндетің деді. Өле салу емес, өлсең тәуір деді. Өлмей майып болып қалсаң сен кімге керексің? Мен де қарамаймын саған деді. Аузыңа су тамызбаймын мен деді. Содан отырдым да жаңағы өмір шынында өлім дегенді алып тастадым. Шынында осы балалар үшін күресу керек екен ғой, шынында деп. Мен сөйтіп жалмауыз деді ғой десем, жалмауыз десе дейді, айтады. Сен келінді болғаннан кейін бала жоғалту оңай ма? Ол кісі бала жоғалтып отыр. Ашуын бәрін сенен алады. Ол қасында өткен сенен басқа ешкім жоқ оның қасында. Оның іші күйіп бара жатыр. Сондық үшін сенен алады ашудың бәрін. Деп жаңа шешем сөйтті. Содан кейін барып, деп кейін ойланып қалдым мен, деп. Ештеңе жоқ, есіңді жи. Нәрге магазинге тұрып ал, ештеңе жоқ, балаң мына жерде 3 сағат вагалапкамен нан келеді, сатасың, үйге келесің, балаңа қарайсың, сен деп шешем сөйтті. Содан кейін мен, апам, мен істей алмаймын ғой уже магазинді. Мен енді қашқақтап жатырмын да, істегім келмей. Шешем, ештеңе жоқ, есің жиылады кішкене. Мына жерде сен жынды болып кетесің, деп жаңа шешем сөйтті. Сонымен магазинге тұрдым сол жерде. Магазинге тұрдыңыз сол жерде болған кезде? 84-ші жылы, балам неған кезде. Күйеуіңіз ол кезде? Күйеуім қалды, хабарсыз. 3 күннен кейін кел деді, 3 күннен кейін барған жоқпын ғой, қалып. Маған 3 күннен кейін кел дедім. Сөйтіп мені апарып салып жіберді, ит керек емес адам сияқты деп жаңа өкпелеп отырмын ғой шешеме. Сөйтем, енді өзің шеш деді. Өмір күрес деді. Барасың ба, қаласың ба, бәрін өзің шеш, өзің тапқан жігітің ғой деді. Таңлап жүріп өзің тигенің. Кімнен күресің деді. Мен сені сатқан жоқпын деді. Маған өкпелеме. Содан кейін сіз анда есіңізді жинап алдыңыз? Иә, есімді жиып алдым да, сол кезде сөйттім де, давай, не болса болсын магазинге тұрам дедім. Сонымен мақұл дедім де, жаңа документтерін бәрін жіберіп, жаңа магазинді қабылдап алдым. Мен бухгалтерский оқуға кетіп бара жатырмын, мен соны оқып келем. Сен бола бергін осы жерде деді. Сөйтіп мен жұмыс істеп жүре бердім. Ол бухгалтерскийді оқып келді. Содан кейін келгеннен кейін екеуміз қайта қосылдық. Содан кейін ол маған алып кетпек болды, мен бармаймын дедім ойға. Көп әңгімелер болды. Сол кезде жаңа бізге сол магазинші тауып берді. Сөйтіп тауыпқа барсақ, сол тауыппен магазиншінің жаңа несі өзінің связі бар екен, жаңа тұз төгіп жүрген, ол маған дуа жасап жүр екен сонда. Ол дуа маған әсер етпейді да, күйеуім әсер етеді екен. Өйткені мен Иисус Христос жаңағы Иса Масық деп неғып жүрмін ғой, сиынып жүрмін ғой Құдайға. Иса Масық бар жерде жын шайтан жоламайды деген. Жаңа дуа да әсер етпейді екен. Вот маған сол әсер етпеген, содан біз соған палаштыруға барғанда маған нанды қойып, бір бөлке нанды қойды. Ең бірінші рет сіздің барғанды? Иә, бірінші рет барып отырмыз ғой, күйеуіміз екеуміз барып ек, нанды қойды, құранды қойды, сөйтті де қолын қойып, жаңағы жас келіншек, Бақыт деген келіншек еді. Қойды да, мен сендерге ешқандай жамандығым жоқ, жап-жас екесіңдер, как раз 6-шы балаларың бар, 6-шысына босанайын деп жүргем ғой, 2 қабаттың жасыланып ба. Сөйтсем, менің осындай інім, осындай дуадан қайтыс болып кетті, менің жаным ашиды, мен мына дуаны шығарып берейін, мен үйтейін деп жаңа сөйтті. Ешқандай жамандығым жоқ деп. Нені шығарып берейін? Дуаңды шығарам деп, саған әсер дуа, жаңа күйеуім ауыратыны сол дуадан дейді. Күйеуім ауырып қалады жаңа, соны дуадан деді. Соны шығару керек дейді. Порча деген сияқты. Иә, порча. Сол порчаны шығармаса, уже ол өледі. 3 күн өмірі қалған деді ғой маған. Содан кейін жаңа сөйтіп нан ұстап тұр, Құран ұстап тұр қолын қойып. Мен шыннан сеніп қалдым. Енді Құранды біз қадірлейміз ғой. Құран деген Құдайдың сөзі деп. Енді сондай істеп тұрғанда бұл енді өтірік айтпайтын шығар деп мен соған шыннан сеніп қалдым. Сөйттім де жаңа 3 күн дегеннен кейін жаңа күйеуім кетеміз деді. Енді 3 күн өмірі қалды деген кейін өлмесін деп тұрмын. Bir жағынан өз отырып алса, сен ақшаңды қимайсың, сен менің өлгенімді қалайсың деп жаңа күйеуім сөйтеді сол жерде отырып. Содан кейін бір жағы тағы екі ойлы болыпты. Енді үйде ауру адам қиын ғой, енді ауырып жүрген. Бұрында да ауыратұғын. Содан кейін жаңағы тәуіпке жабыстық енді. Жарайды, енді сен дуаны шығара қой деп. Сонымен жаңа оқимын деп алып қалады, күйеуім қашып келеді, мен қайтадан апарып берем, үйге қашып келеді, қайтадан апарып берем. Сонымен күндері өтіп жатты, сонымен бір күндері барып қалсам, жаңағы бір Алтай деген жас жігіт қаралып жатыр екен. Соны келіп әпкесі, батаңызды беріңіз, біз Алтайды Түркістанға апармасақ сізден жақсы болмады деді. Енді сіз өкпелемеңіз, батаңызды беріңіз деді. Сөйтіп еді ол удостоверениесін бірдеңкесін алып кетті, әйтеуір батасын алып, батамды бердім деді, алып кетті. Түнде қарасам, жаңағы Құран тұр, нан тұр, қамшы тұр, жаңағы стол несіне столдың үстіне қойып қойған. Сөйтіп болып жаңағы шыбықпен жаңа суретін қойып, черный магия. Түнде сағат 12-ден кейін оқиды екен. Жаңағын оқып отыр ұрып.
суретін қойып қойып па? Иә, суретті қойып оқиды екен, черный магия. Содан көрдім. Сөйтті, кейін жаңағы әпкесі келді, 6 ай қалай болды, жақсы болды ма деп еді, қайтыс болды деді. Соны мен анаған сұрадым, не істеп жатырсың деді. Мен жолын байлап жатырмын бұлардың. Менсінбей сол жаққа кетті деп жаңағы тәуба әйел сөйтіп жұлынды. Содан кейін көп адамдардың жаңағы кемпірлер нелер өздері келеді, өздері айтады, ойбай үйіме нәсіп кірмей жатыр, балам ішіп алды. Босағыңда дуа бар, біреудің жастығында дуа бар. Жаңағы келін мен енені жаңағы шағыстырады, дуа бар келін жасаған деп енді ол үйде тыныштық болмайды ғой. Сондай нәрселер айтады, мә деп. Соған жаңағы күйеуім молда, мен жаңағы Құран көтеріп жүруші, ол өзінің күйеуі бар, кім деген Мұрат деген көк нелері бар, москвичтері. Сонымен бақыт төртеуміз жаңа кемпірдің үйін тазала дейді, тазалап береді. Әркім үйіне барып әйтеуір су шашады, сыбырғыман ұрады, жаңағы несін оқып, жаңа сөйтеді. Сонымен жаман қылықтарын көп көрдім. Содан көп көрдім де бір күні күйеуім айтты, мен айналайын, қой болмайды мынаны істеп жүрген. Ертең балаларымыздың алдынан келеді, Құдай көріп тұр ғой бұны істеп жүрген. Мынаның бәрі дұрыс емес қой деп жаңа сөйттім. Сөйтсем жаңа күйеуім үйге келсе ауырып қалады. Сөйтсем күйеуім өзін істеп қойған ғой, жаңа базардан дәу бұқаның жаңағы жүрегін алып, жүрегіне қазық қағып, мүрдеге апарып көміпті. Оны кейін күйеуім айтып жүр. Содан жаңа үйге келсе жүрегі ауырады, үйге апарсам жақсы болып қалады. Сөйтсек сондай нәрсені істеп қойыпты. Соны ойбай қой мынадан қашып құтылайық дедік. Соны шайтан бәле ғой, бір не қылған біледі. Күйеуім айтып қойды. Сонда өзіне андай зависимый қылып қойған өзінің несіне. Өзіне зависимый болып соның айтқанын істеп, жаңағы ол құр не қылмайды ғой, үйге келгенде барыңды бересің жаңағы магазиннен не қылған. Сонымен жаңағы үйіне не қылғаннан кейін біз енді қашайық мынадан құрысын дедік, күйеуіміз екеуміз. Сонымен айтты, сен мені құтқар, енді мына жерден алып кет мені деп жаңағы сөйтті. Сонымен мақұл деп не қылдық. Сөйтсек ертесіне ана әйел барғанда орыстың кемпіріне менің суретімді апарып берген ғой. Сөйткенде жаңағы соған айт, что мына бала сенен емес деп айтқын деген жаңағы күйеуіме шағыстыру үшін. Сөйтсе жарайды деп жаңағы ақша үшін бәрін істейді ғой. Сонымен күйеуімді ертіп барған ол кемпірге. Ол кемпір көргенде жаңағы суретті қарап, ой, сенің күйеуің ізмен жасаған, ана бала сенен емес, мынау мінекей карта айтып тұр деген ғой. Күйеуім ашуланып келді, мен бастап тепті ғой жаңағы. Тепкілеп. Мына баланы әкесі кім дейді. Тоқта, әкесі кім екенін қазір көрсетемін саған. Кім айтты оны? Дедім, сөйтсем кемпірге барып Палаштарбек сөйтіп айтты деді. Жүр дедім. Ол мен суретіме қарап айтпасын, мен бетіме қарап айтсын дедім. Жүр, кімнен екенін дедім. Сөйтіп сол кемпірге екеуміз бардық, жаңа кемпірге. Сөйтіп кемпір картаны бетіп алды да картаны тастады да 3-тен 9 карта түсті. Мынау ашылмайтын карта, мына киелі, мен ашпаймын, мына сөйлемейді дейді. Неге сөйлемейді? Жоқ, картаның заңы сондай, бұл сөйлемейді, уже киелі деп қояды. Сөйтеді, мен күйеуімді бет бақ қой, жаңа бас салтынан несінен алды да кемпірді сілкіп жіберді. Сөйтіп едім, прости, Иисус Христос деп жаңағы кемпір жалына бастады. Сөйтіп жаңа нақ сен суретке қарағанда былай айттың, енді қазір былай деп тұрсың деп еді. Маған ақша беріп солай айт деп айтты деді. Сөйтсе анау әйел тәуіп барып, ана кемпірге айтып қойған ғой жаңағы. Сіздер кетіп қалғансыздар ғой. Мен жоқты айтып қойған. Содан кейін күйеуім ашуланып келді ғой. Содан кейін қайтадан сол кемпірге екеуміз бардық қой. Сонда кемпір бетіме қаратты да, карта тастады да, жоқ, ондай жоқ бұны. Мынау киелі карта түсіп тұр, бұл ашылмайды, ары қарай сөйлемейді деді. Содан жаңа басқа жерде бар ма? Тәуіп деп еді, Толстой көшесінде бар деді. Сол басқа кемпірге бардық. Сонда тәуіптер әр улицада болған ба? Иә, орыстың кемпірлері көп қой, Палашаттың орыстың кемпірлері көп еді. Сонда сол кезде адамдар көбісі сол тәуіптерге массово баратын иә. Иә, әлі де бар ғой, әлі де көп қой. Не қылғандар. Сөйтсе жаңағы сол кемпірге барып еді, о да тастады, 3-ке нені тастады, 9 карта түсті. Мынау сөйлемейді, мынау киелі деді. Сөйтеді, бетіне қарап тұрып, ары қарай айтпайсыз ба деді, айтпаймын деді. Саған бәрін айтыпты ғой әйелің деді. Космический арқасы бар екен әйеліңнің деді. Не болғанын бәрін біліп тұрады, түсінде көріп тұрады екен деді. Саған айтып беріпті ғой, неге сен сенбейсің деді. Соның алдында ғана мен айттым оған. Тәуіп алдап ақша берген, соныкен айтып тұр ол сенен. Сені әтей көрдің бе, екеміз қашамыз кетеміз дегенімізді біліп қойды шайтан деп жаңағы сөйттім. Сол жерде тұрды да, ой оңбаған, жаңағы бір қайдағы бір жәлептің сөзін елестіп, мен баламды өлтіре жаздаппын, кешірші, кешір, Құдайым кешір деп жаңа жеткенше кешірім сұрап келді. Үйге келдік, үйге келгеннен кейін больницаға түсетін болдым. Сонымен роддомға бардым да жаңа жасигімді босандым ғой.
сөйтсем босансам ол жерде де бір сондай тәуіптен дуадан өткен әйел жатыр екен. Ана тәуіп қатын жалмаңдап келіп порточкадан маған жаңағы қазақстанский шоколад берді. Мынаны шаймен ішші, мынаны шаймен ішші деп. Сөйтіп ана тұрды, мынау қандай қатын деді. Айтып бердім осындай деп. Сөйтіп мынадан сақ бол, мынадан құтыл деді. Жаңа жеме мынаны деді, біз жегізбей жаңа медсестраға беріп жіберді. Жаңа мен де осындай болған, мен бура болып жаңағы үйді айналып айқайлайтын, бура болып айқайлайтын дейді. Мен де сөйтіп дуалаған деп жаңа сөйтті. Әкем әйтеуір неғып жатып сөйтіп шығарды деп. Сонда бір қазір көрермендерге бір определение берейік. Қазір кешірім сұраймын, андай мүмкін кейбіреулер біледі, кейбіреулер білмейді. Сонда тәуіп деген ол басқа бір күштердің шайтанның күшімен адамдарға әсер етеді. Тағдырларына әсер етеді. Оны өзімізге істеп береді, өзіміз істейміз. Маған тұз оқып берді. Мына не оқып берді үсіні кейін. Көп заттар оқып берді. Соны әкелеміз де үйге қойып қоямыз, соның бәрі әсер етеді өзімізге. Жаңа тұзды тамаққа саласын, тамақ арқылы әсер етеді, көрдің бе? Күйеуіміз екеуміз уже ұрыс талас сондай нені шайтан уже істеп тұрады өз несін. Сонымен жаңағы не істейміз енді, ана білдік қой, енді қашу керек. Неден тәуіптен білгеннен кейін уже мен неге түстім? Роддомға түстім. Бала туылғанда жаңағы айтады, кешірім сұрады, жаңа өлгенше аяғыма жығылып тұрып, күйеуім кешірім сұрап жүр ғой. Енді ойбай өз баламды өлтіріп жасадым, қайдағы оңбағанға тап болдық, ойбай кету керек, мынадан қашу керек, мен қайтып құтылам деп жаңа сөйтіп жатты. Сонымен неғанда не акушерка көріп, денемнің бәрінен бәрі көрген, мен милиция шақыруым керек, былай мен сені қабылдамаймын дейді жаңағы. Мен айтам, автобуста құлап қалдым деп жаңағы айтып тұрмын. Енді күйеуімді ұстап бермеймін ғой милицияға. Сөйтіп құлап қалдым, мен өзім жауап берем балаға деп. Сонда жаңағы Құдайға айттым, мен мына екеуін сотқа берем. Өлмесе, онда сенің балаң, сен осы баланы аман қалдырып өзің жетелейсің деп жаңағы Құдайға сөйтіп айттым да, как раз сол жерде тұрып. Сөйттім де енді аман туыла ма, қалай туылады, оны өзім де білмеймін ғой. Енді Құдайға айтып неғып тұрмын. Енді өлсе екеуін сотқа берейін деп тұрмын енді. Неғылып. Сол кезде бала аман есен туылды. Содан кейін сотқа берген жоқпын, кейін шықты. Шыққаннан кейін жаңағы қайным келіп, көштік қой, қаштық. Грантогорскіге қашып кеттік жаңағы Беркінің. Сөйтсек, ол жалмауыз артымыздан қалмай қайта барды. Қайта не қылды, одан кейін келіп, вообще, онда біз жаңа неге, пока мен декреттемін, пока уақытша көшкен, мен енді декрет неде болған кейін магазинде өткіздім. Ой, мен тәуіпке жүгіріп жүргенде балалар қалды ғой жайында, тәуіп, осы күйеуім өлмесін деп жүгіре берттім. Қанша уақыт бойы сонда болдыңдар? Ой, бірталай, 1-2 айдан да көп болды. Сонда жаңағы сақамен сүйіндік, көршім, солар келіп, Құдайдың құдіреті ғой, жаңа балаларға сабақ үйретіп, соларға тамақ істеп береді ше. Сонда жаңа мен ана өлмесе екен деп жүрмін соның соңында. Сөйтсем тәуіптің алдауына, арбауына. Өйткені нан ұстағанға мен шынан сенім. Нан ұстағанның бәрі шейін өтірік, Құран ұстағанда өтірік екен. Кәні Құран ұстаған, нан ұстаған өтірік айтпаған. Не бір өтіріктер шықты жаңағы әйелдіңші. Не бір не қылған, алдағандарын көрсең енді масқара енді. Содан қашып құтыламыз деп біз әрең құтылдық қой. Одан Грантогорскіге бардық, Грантогорскіге барсақ, күйеуім көшіп келдік, не қылдық деп не қылса барып, жаңағы ата-енемнің достары Түйтебай дегеннің баласына душар болдық. Оның баласы тәуіп екен. Сөйтсе, ойбай аға, сіз өңшей дуаға не қылыпсыз, сіз бат алу керек, шыраққа отыру керек, сіз не қылу керек дегеннен кейін оған енді алдамайтын шығар, атамыздың, әке-шешеміздің көзін көрген жаңа солармен құрдас болған деп жүрмін ғой мен. Ол парафинмен істейді екен. Парафинді көріп, сары әйел сіздерге дуа жасаған деп ол сөйтіп шықты. Сонымен оған сиыр бердік. Сөйтсек, дуаны қалай шығарасың? Қой берсек бола ма? Қой болмайды. Жоқ, кіндіктен жоғары. Кіндіктен не береміз? Тана туайын деп тұрған сиыр апарып бердік кіндіктен жоғары. Сөйтсек, соның бәрі өтірік екен ғой, жаңа сиырға не қылам, дуаңды жаңағы аударамыз деген ғой. Сөйтсе, жаңа күйеуімді ұстатып қойып оқыған. Сөйтсе, жаңа сиыр жатып қалса, әні мына көтере алмай дуаны жатып қалды. Порчин деп жаңа күйеуімді алдап қойған ғой. Ол шыннан сен сөйтіп келді. Мейлі әйтеуір, сен жазылсаң болды деп мен жүрмін оның соңында айтқанын істеп. Сонымен Құдайға шүкір, Құдай керемет қой біздің Құдайымыз. Қиналғанда әбден қиналдық енді ояқта жүріп барымыз 10 тонналық немен барып әбден не қылдық. Сол жерде бір түрік құдасы бар еді, оның баласы қайтыс болып еді, оған жаңа 70 кило күріші бар, бір қойы бар, жаңа бір несі бар, апарды. Балалар бар ғой, не қылса, екеумізде жұмыс жоқ десең, жоқ, Құдай береді деп күйеуім сондай ашық етті ғой, апарып сөйтті.
Онда сөйтіп ол кезде дефицит, жаңа шитімай не біз алып барғанбыз, пәленші өліпті, ойбай шитімай жоқ, кімде бар, Зікірбайдың үйінде бар, біздің үйден келіп алып кетеді жаңағы. Сонымен бәрі продукты бәрі таусылды. Сонымен жаңа не істейміз енді, көшу керек. Інісін айтып еді, інісі Қырғызстанға барды, Қырғызстаннан қуғындық болды. Сонымен қайдадан біз неге келдік қой. Қандай қуғындық? Ой, бауыр арқылы қуғындық болды бізге. Қырғызстанда. Сонымен қашып, қайтадан Таразға келіп, осы біз тәуіпке ілесіп, тәуіп боламыз. Ойбай тәуіпке ілесіп, мен жаңа шыраққа отырып, бата алып, күлкі болдық қой. Сіздер еще андай тәуіп болғыларыңыз келді. Иә, маған айтты ғой, сенің аталарың, мен аталарым күшті болғанда, жаңағы суды теріс қарай айналдыратын. Мынау күйеуім жақ атасы бақсы болған, мына етек асты бала өліп қалса, қара құс дейді, жаңағы пештің түңілігінен келіп, баланы қылқындырып өлтіріп кетеді екен. Сондайды жаңа үкілі таяғымен қорғап тұрады екен. Сондай бар, сол аталарың несін ұстауларың керексіңдер сендер деді ғой бізге. Деді, сіз содан кейін сіздер практиковать ете бастадыңыз. Иә, біз соларға ілесіп, енді солар жаңа шыраққа отырып батасын алып, сондай тәуіп болайық дедік қой біз. Сөйтсек кейін құрысын, бәрі өтірік, оның да талай өтірігін көрдік жаңағы. Исамасықты естідік. Күйеуім естіп барып көріп келді, онда да күйеуім көріп келді. Кімнен естіді, қалай естіді? Күйеуім жаңағы қарындасының несі бар етін, подружкасы. Соның Дархан деген інісімен жаңа Нұрсұлу деген сіңлісі осы неге барады екен, қауымға. Екеуі енді Дарханды ол кезде анаша тартты, не қылды дейді, жаңағы ішіп, тыныштық бермеген ғой, үшін екеуі жаман тұрған. Сөйтіп сол кезде осы қауымға барғаннан кейін жақсы болып кетіпті. Соны айтқан ғой, осындай жақсы болып кетті деп. Сонымен айтып келді күйеуім, как раз маған. Сонымен жарайды деп мен де не қылдым, маған барып көресің ба, киносын көрсетеді деді, көресің ба деді, не қылып. Сонымен жаңа бардық, біз қайынсіңлім үйінде көрсетіп жатты. Мен үйде ауырып жатқан. Кино көрсетіп жатыр. Иә, кино көрсетіп жатыр Иса туралы деді. Бірақ жаңа қауымға бардым, адамдар сондай күшті сүйіспеншілігі, тек күшті екен, мықты екен. Сен ауырып жатыр дегенге мына Гүлжахан деген сестра дейді, саған дәрі беріп жіберді, сені көрмей-ақ тегі. Мына дәріні апарып беріңізші әпкеге деп беріп жіберді деп. Жаңа дәрісін алып келді. Сөйтіп мақтап келгенге мен де көргім келді, бірақ біз Құдайдың кереметін қолымызбен ұстап көрмесек сенбейміз ғой негізінде ше. Бір керемет көрмесек, Құдайдың бар жоғын сенбейміз. Сол кезде мен Құдайға айттым, Құдайым енді тәуіп болам деп, мына туғандарға, ағайындарға күлкі болдық. Енді мына Иса Масыққа барамыз деп тағы күлкі болып қалмайықшы, Құдайым. Иисус Христос, сен тірі Құдайсың, мықты Құдайсың, енді өзің бір аян берші маған деп жаңа сұрап бардым, дұға етіп. Сөйтіп киноны көрмес неғылған кезде мен талып мынандай есікте құладым. Есікте жатқан кезде жаңа Иса ақ киімде келіп маған қолын берді, бүйтіп қолын беріп, бүйтіп тұрғызды, бүйтіп тұрып көзімді ашсам, уже күйеуім келіп тұрды ар жақта. Содан кейін мен Исаны көрдім десем, көресің қазір көресің киносын дейді, түк түсінбейді. Мен Исаны көрдім, Иса қолын берді, мен тұрғызды деп жаңа айтып жатырмын ғой, көресің қазір, отырып көресің, мына жүрші деп жаңағы апарып телевизордың алдына жаңа Исаның киносын көрдім сол кезде. Ақшарыпта қиналғаны, не қылғаны, таудағы уағызы, соқырдың көзін ашты, алапеспен ауырған, жазды бәрін. Енді мұны сұмдық Құдай бұдан артық қандай не керек деген сияқты бір нелер болды. Сөйткен ертесіне уже қауымға бару керек. Қауымға бардым. Барған кезде Құдай сөзін айтты. Құдай шақырып тұр. Кім Құдайды қабылдаса, сол Құдайдың қызы болады. Тәубе алыңдар, Құдаймен жарасыңдар. Құдай күтіп тұр. Құдайға мен не қылсаңдар, аспан патшалығына аттарың жазылады деп жаңа Мұхидин ағай тәубеге шақыртты. Сөйтіп еді, ол кісі айтты, бір жас балаға айтқан екен, өстіп Құдайға кел, Құдай шақырып тұр, жарас десе, я мы еще молодой, я успею еще, я молодой деп кетіп қалғанда 10 метр жерге барып, жаңа аварияға ұшырап, тіл тартпай өліп кетіпті жаңа бала. Сол сияқты біздің өміріміз қысқа, сол үшін жаңа Құдаймен не қылыңдар, тәубе алып жарасыңдар, ары қарай Құдай өзі сендерді қорғайды, Құдай өзі қоршайды деп жаңа Мұхидин ағай тәубеге шақырды. Сонда мен отырмын, жаңа менің ешқандай күнәм жоқ қой, мен тазамын деп өзімше. Сөйтсем жаңағы жанында күйеуім отыр, сонда сол кезде жүрегіме салды, сен әруаққа ілесіп тәубе іздеп, ой, әруақты қыдырып, жаңа Түркістан, мына Сыпатай атаның басына қонып, тұрады,
Айша бибі, Қарахан атаның басына барып істемеген істедік қой, тәуіптің айтқанын бәрін істедік. Жаңа соның бәрі есіме түсті де, өлі мен Құдайды былай қойып сондайға табындым ғой, сол үшін кешірім сұрайын деп. Бір уақытта бір күш миған шық деген сияқты болып, шықтым да тізерлеп отырып Құдайдан кешірім сұрадым. Құдайым, кешір, сен мен қасымда жүр екенсің, мен қайдағы өлген әруақтарға неғып жүрмін, табынып жүрмін дедім да, сөйден кешірім сұрадым. Бәрі құттықтап жатыр, неғып жатыр, қауым бітті. Үйге келдік, үйге келгенде жаңа қарындасын айтты, подружкасы екеуі тойға кетейін деп жатыр екен. Жеңешең Исамен жарасты, тәуіп алды деп еді, деп екеуі де жақтырмады мені. Ештеңе демеді. Сонымен демей, соған күйеуім ашуланып, сен менен бұрын неге барасың, неге қабылдайсың, мен сенен бұрын мен барған едім ғой деп жаңағы ашуланып, не қылды, холодильникте несі тұрған, 50 грамда арақ тұрған, соны ішіп алды. Оның үстіне көп отыруға болмайды ғой, оның белі сынған ол кезде. Күйеуіңіз барып жүрген қауымға бірақ әлі қабылдаған жоқ. Бірақ рет барды ғой, екінші рет мен барды. Сол екінші рет уже сөйтіп алды. Мен ана жерде шыдай алмай кеттім, ұзақ отырдың. Сен тәуба ал деген жоқпын, сен мен еркімсіз шығып қойдың. Енді біліп тұрмын, арқада соғыс болады ғой. Енді соғыс болады ғой енді. Шайтан немен соғысады ғой. Біліп тұрмыз, үйге жүр деді, үйге келдік, шестойдағы үйге. Сөйткенше болған жоқ, шай қойып неғып жатырмыз. Ой, біраз соғыс болды. Содан кейін жаңа бір дос көршіміз келіп қалып еді, Тарғын деген. Оған Құдай сөзін айтты, бұл осындай Құдай бар екен, осындай тірі Құдай екен, керемет екен деп бұл айтып тұрды да, кешігіп келді. Мен шай жасап қойдым, отырғаны сол еттін. Сол кезде маған ашуланып, сен немене менен бұрын тәубаласын, барып жүрген мен, сен неге үйтесің деп жаңағы шайтан ғой ананың несінде, бойындағы. Сөйтіп не қылды, сонда мен ештеңе де айтқан жоқпын, айту білмеймін де түгетуді. О Құдайым, Иса, сен тірі Құдай болсаң қайықтасың, мына Закир әлі ашуланып жатыр ғой маған деп айттым. Айтқаным сол етін жаңа немен кесені жібер бұрды. Кесе ыстық шаймен былшада қалды бетіме. Сөйтсем ана кесенің несі жырық болса керек, былай қарай шайды бит сүріп тастасам, тағы да ыстық шығады. Сөйтсе бет қарасам, қан шығып жатыр да, жаңа тіліп кетті енді. Соған отыра бердім жаңа, отырған жерімде. Не болса да енді ұрса да тепсе де мейлі дедім де, жаңа Құдайға сиынып, Иса, сен керемет болсаң сені көрейін деп, Құдайды сынап отырмын мен. Сөйтем анадай жерге 2 метр жерге барды да тұрып қалды күйеуім. Сөйтті де жаңа әкең, шешең мені боқтап жатыр. Дуалама деймін, дуалама, сен мені дуалап жатырсың дейді. Мен ештеңе істеген жоқпын. Сен неме Иса деп мені дуалап жатырсың дейді. Мен ештеңе деген жоқпын, Иса Құдай деп айттым дедім де. Сөйткенде жаңағы тұрып қалдым. Мен оған сенбедім, бірақ та тұрып қасына барсам дірілдеп кетті күйеуім, бүйтіп дірілдеп кетті. Сонда барып Құдайдың кереметін, тірі Құдай екеніне көзім жетті да, мен анық. Рас екен ғой, тірі Құдай екеніне шүкір. Мен осы Құдайдан ажырамайын, мен бекер шақырған жоқ қолын беріп Құдай. Осы Құдайдың соңында жүреді, мені көтеретін әрқашанда осы Иса Құдай екен дедім да, мен Құдайға жармастым содан. Содан әркім әр нәрсені айтты, не қылды, талай нәрселер болды, бірақ та Құдайдан таймадым мен. Сіз Иса Мәсіхке келгеннен кейін өзіңізде не нәрсе өзгерді, өзіңіздің жан дүниеңізде не нәрсе? Сондай мінезім жаман еді тұғын. Мінездерім өзгерді, үніңке кекшіл еді тұғын. Сол кекшілдігін бәрін Құдайым кешір деген. Сен біреуді кешірмесең, мен де сені кешірмеймін деген оқыдым да, содан мен кешірім етуге тырыстым. Құдайым кешір. Кешіре алмаған күндерім болды, мен кейбір адамдарды кешіре алмаған. Но бірақ Құдай айтады, сен кешір. Құдай кешіргеннен кейін мен кіммін ар жағында кешірмейтін. Соның бәрін кешірімді мен осы Иса Мәсіх арқылы бәрін кешіріп тастадым. Өмірім өзгерді, Құдайға шүкір, Құдайға ризамын. Күйеуім де жаңа өзгерді. Иса Мәсіхке келгелі біздің семьямызда тыныштық болды, ауызбіршілік болды. Енді балаларымызда Құдайға шүкір, бәрі жақсы, бәрі кезінде кекететін баласы көп. Ит құсап туа беріп, оған білім бергенді ойламайсың ба, сен туа бермей деп көзіме кеп шыққандар болды. Құдайға шүкір мен емес, осы Иса Құдай бәрін оқытып, бәрі университетті бітіріп, бәрі бір емес 2 дипломнан қазір балаларымда, жетеуінде де. Мен мақтанбаймын, Құдаймен мақтансам, осы Исаның арқасында сондайға жеттік. Құдайға шүкір, қазір де бәрі үйлі, жайлы, әрқайсының өз үйі бар, Құдайым беріп жатыр. Осымен біздің лайткаст подкастымыз аяғына жетті. Ал көрермендер сіздерге бұл хикая ұнады деп ойлаймын, маған ұнады. Құдайға шүкір, шынымен де Құдайдан басқа, Иса Мәсіхтен басқа Құдай жоқ. Және Иса Мәсіхпен біз бірге болсақ, бізге шайтанның да, адамдардың да билігі жүрмейді. Сондықтан да көрермендер, сіздер комментарий қалдырыңыздар, лайк қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Осылай біздің подкаст аяғына жетті. Рахмет үлкен, Зәукіл әпке. Ұзақ көп кетті ғой. Мен тез айтамын.